Жоғары аграрлық техникалық колледжі әлеуметтік гуманитарлық пәндер оқытушысы Ибатова Әйгерім Абайевна. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы саясаттану ғылым ретінде. Сабақтың мақсаты саясаттану ұғымы, қызметі, әдістері жайлы түсінік беру. Ең алдымен саясаттану сөзіне тоқталайық. Бұл ғылым қалай қалыптасты, сол жөнінде айтайық. Саясаттану немесе политология гректің политика және логос деген сөздерден шыққан. Политика дегеніміз мемлекеттік істерді басқару дегенді білдірсе, логос ілім ғылым деген мағынаға ие. Жалпы алғанда саясат туралы ғылым дегенді білдіреді. Саясаттанудың жалпы даму тарихы, соның ішінде саясаттың даму кезеңі 5-ке бөлінеді. Олар антика кезеңі, орта ғасырлық кезең, қайта өрлеу дәуірі, жаңа заман, қазіргі заман. 19 ғасырдың екінші жартысында саясаттану жеке пән ретінде қалыптасқан болатын. Кейбір ғылымдар оны заң ғылымының, философияның, тарихтың саласы деп есептегенімен, бұл өзінше дамыған дербес ғылым болып есептеледі. 1857 жылы ақш-тың Колумбия колледжінде профессор Фрэнсис Либер тарих және саяси ғылым кафедрасын ашқан болатын. Осы кезден бастап саясаттану қарқынды дамып, әлі күнге дейін даму үстінде. Саясаттанудың өзіндік категориялары мен түсініктері бар. Оған саяси құбылыстар мен процестердің мәнін білдіретін ғылыми терминдер мен сөз тіркестері жатады. Мысалы, саясат, саяси билік, саяси жүйе, саяси тәртіп, саяси партия, саяси мәдениет, саяси әлеуметтену, саяси өмір, саяси қатынастар, қоғамдық ұйымдар, мемлекет, демократия, тағы сол сияқтылар. Бұл сөз тіркестерін біздер кейінгі сабақтарда ашып, анықтап оқитын боламыз. Саясаттанудың әдістері. Жалпы саясаттанудың әдістері бұл саясаттану ғылым ретінде жалпы ғылыми әдістердің белгілі бір қорын пайдаланады. Ғылыми зерттеудің қандай да бір әдістері мен құралдарының басымдылығы саясаттанудың ғылым ретіндегі пәннің өзіндік ерекшелігіне байланысты. Саясаттану саяси құбылыстар мен өзгерістерді түсіндіру үшін бірталай әдістерді пайдаланады. Олар салыстырмалы, жүйелеу, социологиялық, тарихи, бихевиористік, нормативтік, диалектикалық әдіс. Енді соларға жеке-жеке тоқталайық. Біріншісі салыстырмалы әдіс. Әртүрлі елдердегі саяси құбылыстарды салыстырып, олардың жалпы жақтарын және жеке ерекшеліктерін ажыратуға мүмкіндік береді. Жүйелеу әдісі саяси құбылыстарды басқа күрделі ғылымның бір бөлігі ретінде қарап, оны құрайтын элементтердің әлеуметтік өмірдегі орнын, қызметін, айналадағы ортамен, басқа құбылыстармен байланысын зерттейді. Социологиялық әдіс қоғамды саяси жағдайына байланысты әлеуметтік жағдайында ескере отырып, таптарға бөледі. Тарихи тәсіл саяси құбылыстарды мерзім жағынан дәйекті, заманына қарай бұрынғы, қазіргі және болашақтың байланысын айқындай отырып қарастырады. Олар әртүрлі саяси оқиғаларды, процестерді, деректерді, олардың болған уақыт мезгілін еске ала, танып білуді талап етеді. Бихевиористік әдіс адамның мінез-құлқына байланысты саяси биліктегі орынға сәйкес келетіндігін немесе сәйкес еместігін айқындайды. Нормативтік әдіс мемлекетте саяси билікті жүзеге асыру үшін кез келген жағдайда мөлшер қойылады. Ал диалектикалық материалистік әдіс КСРО кезеңінде кеңінен қолданылған, материалистік тұрғыдан алмасу арқылы қоғамдағы экономикалық жағдайды тұрақты ұстау. Саясаттанудың да өзіндік бір қызметтері бар. Олар танымдық, бағалау, реттеушілік, болжау, жетілдіру. Көптеген саясаттануда тәсілдер бар. Бұл тәсілдерді пайда болуын Николай Яковлевич Данилевский өзінің еңбектерінде көрсеткен болатын. Ол өзінің 1869 жылы жарық көрген Ресей мен Еуропа деген еңбегінде саяси ғылымда алғаш рет жергілікті мәдени тарихи түрлері, өркениеттер бар екендігін теориялық тұрғыда дәлелдеді.
20 ғасырда өркениеттік тәсіл неміс философы Освальд Шпенглер мен ағылшын саясаттанушысы Арнольд Джозеф Тойнби еңбектерімен әрі қарай дамытылды. Шпенглер өзіне тән саяси ұйымдары бар 9 жергілікті мәдениетті көрсетсе, Тойнби 21 кеңірек 13 аймақтық мәдениетті көрсеткен болатын. Саясаттануда сонымен қатар парадигмалар бар. Парадигма деген не? Соған тоқталайық. Саясаттану парадигмалары гректің сөзінен шыққан теория үлгі дегенді білдіреді. Саясаттануда парадигма деп саяси өмірді бейнелеуді, білімді ұйымдастырудың қисынын білдіретін әлеуметтік құбылыстардың бір тобын теориялық пайымдау үлгісі деп мойындаған негізгі тұғырнама желісін айтамыз. Көптеген саясаттануда парадигмалар бар, соған жеке-жеке тоқталайық. Біріншісі теологиялық парадигма, саясатты билікті Құдайдың құдіретімен түсіндіреді. Теология деген сөзді өздеріңіз білесіздер, құдайшылдық дегенді білдіреді. Бұл парадигма саяси ғылымның алғашқы дами бастаған кезеңінде пайда болды. Ол кезде барлық әлеуметтік саяси құрылыс мемлекет Құдайдың құдіретімен жасалады және дамиды делінген болатын. Натуралистік парадигма. Саясатты әлеуметтік сипаты жоқ табиғи себептермен атап айтқанда, географиялық ортамен, биологиялық және психологиялық ерекшеліктермен түсіндіреді. Әлеуметтік парадигма саясаттың табиғатымен пайда болуын әлеуметтік фактор арқылы түсіндіреді. Тиімді рационалды сыни парадигма саясаттың табиғатын оның өз ішіндегі себептерімен, қасиеттерімен, элементтерімен түсіндіреді. Жанжалдық парадигма 19 ғасырда пайда болды. Оның негізін қалағандар Карл Маркс, Бентли, Зиммель болатын. Олар саяси өмірде дау, жанжал, шиеленістер шешуші рөл атқарған деді. Қазіргі бұл теорияны қолдаушылардың бірі Дарендорф, Джон Бертон және тағы басқалар. Сонымен бірге соңғы парадигма мәмілеге келу немесе консенсус парадигмасының өкілдеріне Макс Вебер, Талкат Парсон жатқызуға болады. Олар саяси өмірдегі дау-жанжал, қайшылықтарды жоққа шығармайды, алайда оларды мәмілеге келудің кейінгі екінші орынға қояды. Халықтың арман аңсарының негізгі әлеуметтік және мәдени құндылықтарының бағдарларының бірлігі адамдар арасында туатын қайшылықтарды саналы түрде реттеп, шешуге, қоғамда тұрақтылық пен ынтымақтастықты орнатуға көмектеседі деп пайымдаған болатын. Сіздер білесіздер балалар, бүгін ең алғашқы сабақ болғандықтан сіздерде мындай сұрақ туындауы мүмкін. Саяси білім студентке не үшін қажет деген. Студентке саяси білімнің қажеті не деген сұраққа былай жауап беруге болады. Мысалы, саяси сауатсыз адам қазіргі қоғамда өзіндік пікір қалыптастырып, таңдау жасай алмайды. Көптеген идеялық ұстанымдарға сене беруі мүмкін. Ал саясаттан хабары бар, оның заңдылықтары мен тенденциялары дегеннің өзі даму дегенді білдіреді. Қыр-сырын білетін және меңгерген адам демократиялық принциптер мен құндылықтарды жете меңгеріп, оның маңыздылығын түсіне алады. Және соны орнатуда белсенді әрекет ету жолдарын анықталады. Сондықтан да сіздерге саяси білім өте қажет. Әрбір азамат, соның ішінде сіздер студенттер, саяси сауатты болуларыңыз қажет. Назарларыңызға рахмет. Сау саламатта болыңыздар.